Баршаңызға ассалаумағалейкум. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәресіне арнап өте оңай, дәмді, тойымды тағам жасап көрсетпекшімін. Сондықтан видеомнан алыстамай, соңына дейін көріңіздер. Біздерге аздап лаваш, сосиска, сосын сыр қажет болады. Бүгінгі сәресіне мен кеште отырдым. Сосын енді уақыт аз қалғандықтан тездетіп осы 10 минуттың ішінде осы тіске басат жасадым. Негізінде мен көбінесе ерте тұрған күндері каша пісіремін асқазанға жеңіл. Енді бұл жолы лаваштан жасадым. Сіздерде осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Енді сосискаларымызды осындай үккіштің көмегімен теркадан өткізіп аламыз. Содан соң барып сырымызды теркадан өткіземіз. Әйе достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп жіберсеңіздер. Енді жаңағы сосискамызбен сырымыздың үстіне жұмыртқа саламыз. Бұл жерде енді сіздің үйіңізде қанша адам ауыз бекітіп жатыр, соған қарап жасасаңыздар болады. Енді мына жерде менде көптеу жасалды. Үстіне де келесі күні балаларыңызға да берсеңіздер болады. Таңғы асқа да жеуге болады. Енді бөлек таза ыдысымызға тағы да жұмыртқа салып, жақсылап аздап тұз салып араластырып аламыз. Енді дайын лавашымыздың ішіне жаңағы салмамызды саламыз. Бір шетінен бастап қалауыңызша орасаңыздар болады. Мүмкін квадратқа, мүмкін самсаға ұқсатып та. Енді мен осылай орадым. Экранда көрсетілген дедікте орасаңыздар болады. Енді келесінде дәл солай етіп ораймыз. Міндетті түрде тапамызға сұйық майымызды құйып дайындап қойыңыздар. Сұйық майда онша көп емес, көз мөлшерімен құйсаңыздар да жеткілікті. Енді пісіретін қазанымызға аздап сұйық май құямыз. Енді осыны қызғаннан кейін барып жаңағы лаваштарымызды жұмыртқаға толық батырып, қызып тұрған майда қызартып қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде қақпағын жауып пісіріңіздер, және де 4-5 минутқа пісіріңіздер, себебі арасындағы жұмыртқамыз піспей қалуы мүмкін. Барынша жай отта пісіруге тырысыңыздар, себебі тез қызып кетіп, лаваш өзі тез пісетін тағам болғандықтан ортасы піспей қалуы мүмкін жаңағы жұмыртқамыз. Сондықтан барынша жай отта пісіріңіздер. Міне осылай барынша қызартып пісіруге тырысыңыздар. Міндетті түрде қақпағын жауып қоюды ұмытпаңыздар. Тағамыз дайын болып қалды. Міндетті түрде сәресіне жасап көруге кеңес беремін. Сондағы 10 минуттың ішінде дайын болады. Уақыты да алмайды. Жасап көріңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.